Армысыздар, құрметті депутаттар, құрметті сессияға қатысушылар. Сегіз шақырған сайлауалды мәслихат 12 депутат бүгін сессияға қатысып тұрған 7-8. Құрметті депутаттар, бүгін сессияға аудан әкімі міндетін атқарушы Өтебай Басқалары Қазбасов, бүгін сессияға дербестік және мекеме басшылары Ала ауылдық округ әкімдері Бабов шақырылған. Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 23 қаңтарда Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңының 10-шы бабының 3-ші тармағына сәйкес Зайсан аудандық мәслихаттың кезекті 51-ші сессиясында өткізуге орын бар. Аудандық мәслихаттың кезекті 51-ші сессиясын ашу жөнінде кімде қандай ұсыныс бар? Асылсын деген ұсыныс түсті, дауысқа қойып жақтап, қарсы қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Аудандық мәслихаттың кезекті 51-ші сессиясы ашық деп жарияланды. Сессия хаттамасын жазу үшін редакциялық және дауыстарды санау үшін есеп комиссиясын сайлау алайық. Редакциялық комиссия құрамына депутаттар Рамазан Маманұлы Кеңесұлы, Баяхметов Олжас Баяхметұлы, есеп комиссиясының құрамына депутаттар Самарқанов Берік Кеңесбекұлы, Үспанов Кенжебек Кеңесханов ұсыныс жасайық. Басқа ұсыныстарыңыз бар ма депутаттар? Жоқ болса, осы депутаттарға аталған дауыс берулерін сұраймын. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Аталған депутаттар орындарыңызға келіп отырып, редакциялық комиссия сессия хаттамасын жүргізіп, есеп комитеті дауыстар санау сұралды. Сессияның күн тәртібін алуымыз керек, күн тәртібі туралы шешім жобалы қолдарыңызға таратып берілген. Сессияның күн тәртібінде қандай ұсыныс бар? Күн тәртібі туралы шешім жобасы екісін деген ұсынысты дауысқа қойып жақтап, қарсы қалыс қалған жоқ, бірауыздан күн қабылданды. Сессияның төмендегідей жұмыс регламенті ұсынылды. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша баяндамашыларға 8-10 минут, әртүрлі мәселелерге хабарламашыларға 5-8 минут, жарыссөзді жұмыстарға 5-8 минут, анықтама беру үшін сессия соңында 3 минут беріледі. Басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Жоқ болса, осы екісіндегі дауысқа қойып жақтап, қарсы қалыс қалған жоқ, бірауыздан бекітілді. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Зайсан аудандық ішкі саясат бөлімі жергілікті басқару ақпарат туралы мемлекеттік ақпараттар саясатын жүргізу жөнінде атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндама жасау үшін Зайсан аудандық ішкі саясат бөлімі басшысы Дүйсенбаевқа шақырту сөз беріледі. Баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған, баяндама қайта тыңдау қажеттігі бар ма? Жоқ болса, баяндама тоқталсын, дауысқа қойып жақтап, қарсы қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Баяндамашылар кімде қандай сұрақ бар ма? Жоқ болса, сұрақ тоқталсын деген ұсыныс дауысқа қойып жақтап, қарсы қалыс қабылданды. Осы мәселе бойынша жарыссөз жұмыстар бар ма? Жоқ болса, жарыссөз тоқталсын деген ұсыныс дауысқа қойып жақтап, қарсы қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Қарап отырған мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасына таратып берілген. Редакциялық комиссия шешім жобасына өзгеріс жасау жөнінде ұсыныс болды ма? Жоқ болса, осы шешім жобасы қабылдансын деген дауысқа қойып жақтап, қарсы қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша Зайсан аудандық сәулет, қала, құрылыс және бөлім атқарылған жұмыстарын туралы баяндама жасау үшін Зайсан аудандық сәулет, қала, құрылыс және құрылыс бөлім басшысының міндетін атқарушы Ертай Мейрамханұлы күндегі шақыртады сөз беріледі. Баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған, баяндама қайта тыңдалу қажеттігі бар ма? Жоқ болса, баяндама тоқталсын деген ұсыныс дауысқа қойып жақтап, қарсы қалыс қалған жоқ. Баяндамашыға кімде қандай сұрақ бар? Сұрақ бар ма? Тұрақты баяндамашы. Ертай, саған сұрақ қойып жүрмін. Сұрақ бар ма? Мен бар, болды деген отырасыз. Сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ болса, сұрақ тоқталсын деген ұсыныс дауысқа қойып жақтап, қарсы қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Ертай Мейрамханұлы орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарыссөзге шығушылар бар ма? Жоқ болса, жарыссөз тоқталсын деген ұсыныс дауысқа қойып жақтап, қарсы қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Құрметті депутаттар, қаралып отырған мәселе бойынша шешім жобасын қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызға берілген. Редакциялық комиссия шешім жобасын өзгеріс жасау жөнінде ұсыныс болды ма? Жоқ болса, осы шешім жобасы қабылдансын деген ұсыныс дауысқа қойып жақтап, қарсы қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша халыққа мал дәрігерлік қызметін көрсету атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндама жасау үшін Шығыс Қазақстан облысы ветеринария басқармасының Зайсан бет шаруашылығы тұқымдағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын директоры Сүйірбаев Қамбар Кәмшілігіне сөз беріледі. Баяндама тұрақты комиссиясында тыңдалған, баяндаманы қайта тыңдау қажеттігі бар ма? Жоқ болса, баяндама тоқталсын деген ұсыныс дауыс берілді. Қарсы қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса, сұрақ тоқталсын деген ұсыныс
жақтап, қарсы қалған жоқ, қабылданды. Осы мәселе бойынша жарыс жүргізушілер бар ма? Жоқ болса жарыс тоқтатсын деген сөз дауыс беремін. Жақтап, қарсы қалған жоқ, осы мәселе бойынша құрметті депутаттар шешім қабылдауымыз керек. Шешім жобасы қолдарыңызға таратылып берілген. Редакциялық комиссия шешім жобасына өзгеріс жасауға ұсыныс болды ма? Жоқ болса осы шешім жобасы қабылдансын деген ұсыныс дауысқа қоямын. Жақтап, қарсы қалған жоқ, бірауыздан шешім жобасы қабылданды. Күн тәртібінде төртінші мәселе бойынша Кеңсай ауылдық округінің әкімінің атқарған жұмысы туралы баяндама жасау үшін Кеңсай ауылдық округінің әкімі Смайылов Асқар Сезімбекке шақырып сөз береді. Қайырлы сессия басшылар, Кеңсай ауылдық округі бойынша 2025 жыл және 26 жылдың 6 айында атқарылған жұмыстар бойынша баяндама таныстыруға рұқсат. Кеңсай ауылдық округіне қарасты 4 елді мекенде қазіргі уақытта 2045 адам тұрады. Кеңсай ауылдық округінде 2025 және 26 жылдың жарты жылдығы даму болудан келеді. Мынандай көрсеткіштерге қол жеткіздік. Округтегі ауыл шаруашылығы саласының бүгінгі жағдайына тоқталар болсақ, округ аумағында жұмыс істеп отырған 109 шаруа қожалықтары жұмысының негізгі бағыты егін және мал шаруашылығы. 2026 жылы округ бойынша мал басы төмендегідей көрсеткіште болды. Бүгінгі күнде округ шаруашылықтарына ірі қара мал саны 9420 бас, ұсақ мал 8882 бас, жылқы 5582, құстардың барлық түрлері 2691 басқа қарады. Өсілөз ауылының алғаны мақсатында бүгінгі уақытта ұсақ мал мен ірі қара малдарына вакциналау жұмыстары толықтай жүргізілуде. Округтегі шаруа қожалық иелері 2026 жылдың басынан бері 4 дана ауыл шаруашылық техникасын сатып әкелініп, ауыл округте 40 миллион теңгенің инвестициясы берді. Округке қарасты егістік жерлер бойынша 2025 жылы 1231 гектар жер берілген болса, 2026 жылы 1367 гектар жерге егістік жерлер игерілді. Қазіргі уақытта 200 гектар жерге дәнді, 39 гектар жерге картоп, 15 гектар жерге көкөніс, 25 гектар жерге бақша өнімдері, 110 гектар жерге майлы дақыл және 765 гектар жерге мал азығы егілді. Округ бойынша бір кооператив, бір жауапкершілік есептері серіктестік, 70 шаруа қожалығы егін шаруашылығына қатысады. Бағаны тұрақтандыру мақсатында жаңағы ауыл сауда дүкені және бір науқанымен меморандумдар жасалынған. Көктемгі абаттандыру жұмыстары кезінде Кеңсай ауылында 101 апорт аумағы көшеттер егіліп, 1400 түп терек егілді, 1000 түп гүл көшеттер отырғызылды. Көктем жаз мезгілдерінде тазалық жұмыстарына шаруашылықтар техникалар жұмылдырылып, Кеңсай суда қазып шаршы ауылдарына баратын тас жол жегі ауыл көшелері суға тазаланып, тұрғындарға үйелгелік жер учаскелерін көшірмей бастау жөнінде ескерту парақшалар таратылды. Жыл басынан бері белсенділік ұйымдастырылып, ауыл тұрғындары белсене қатысты. Кеңсай жазуға қатысу шаршы ауылдарының қатты орындары толықтай тазалау жұмыстары жүргізілді. 2025 жылы елді мекендердің көшелерді жарықтандыру жұмыстарына барлығы 6 миллион 190 теңге қаражат игерілді. Кеңсай ауылында көше жарықтандыру жұмыстарына 2 миллион 999 теңге, жас ауылында жарықтандырылатын көшелерге жобалық сметалық құжаттама әзірлеуге 2,5 миллион теңге, Кеңсай ауылында Тайдың көшесінің жарықтандыру жұмыстарына 870 мың, жас ауылында Ерайдың көшесі жарықтандыруға 3 миллион 252 мың, 2026 жылы Батас ауылының көшелерін жарықтандыруға және бірінші шартты және үшінші шартты көшесінің жарықтандыруға 1 миллион 201 мың теңге қаражат жұмсалды. Және 2026 жылы Кеңсай ауылында көпбалалы аналарға арналған үйлерде тротуар салу жұмыстарына 7,5 миллион теңге қаржы бөлініп, қазіргі уақытта жұмыстар жүргізіліп жатыр. 2025 жылы Кеңсай ауылында абайлы жағдайда су мұнарасын бұзу жұмыстары бойынша 1 миллион 20 мың теңгеге жұмыстар атқарылды. Кеңсай ауылында Хәпке бораған ағындағы жөндеу жұмыстарына 1 миллион 110 мың теңге, Кеңсай ауылында шағын жолағының жабындысын ауыстырып, ағындағы жөндеу жұмыстарын жүргізілді. 3 миллион 487 мың теңге, Саржы ауылындағы мөжік арнасын құру және жағалауын бекітуге 9 миллион 856 мың теңгеге жұмыстар жүргізілді. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында өрт сөндіру машинасы беріліп, өрт сөндіру пункті және асар арқылы Кеңсай ауылында салынып пайдалануға берілді. 2025 жылы бір қабатты шығыс бағдарламасы бойынша Саржы ауылында 4, жас ауылында 2 пәтер және Кеңсай ауылында 8 пәтерлердің құрылысы жүргізілді. Ауыл округ бойынша бір пошта байланыс қызметі халыққа қызмет көрсетеді. Білімді ұрпақ тәрбиелеуде округте 2 орта және 2 негізгі орта мектеп
бар. 3 мектеп жасына дейінгі балалар тәрбиеленуге шағын орталықта. Биылғы оқу жылында мектепте 390 оқушыға 102 мұғалім білім тәрбие беріп, былтырғы оқу жылмен салыстырғанда оқушы саны 33 балаға артып отыр. Округке қарасты барлық мектептерде аз қамтылған отбасы балаларды бір уақыт тамақпен толық қамтамасыз етілуде. Ауыл халқына округте бір ауыл амбулатория, бір 2 медициналық пункт, бір фельдшерлік пункттерде, бір жоғары білім, 12 арнаулы тамақтық медицина қызметкерлері қызмет көрсетеді. 2020 жылы округте 37 санит белгіленіп, былтырғы жылмен салыстырғанда өсім бар. 2025 жылы көпбалалы және аз қамтылған отбасыларына төлем әлеуметтік көмек алу үшін 8 отбасынан өтініш қалған комиссияға қосылған 7 отбасынан 7.331 мың теңгенің әлеуметтік көмегі тағайындалды. Әлеуметтік аз қамтылған және көпбалалы отбасыларына 15 отбасыда 1,2 көмек таратылды. Округте 4 әлеуметтік қызметкер 12 жалғыз тұратын зейнеткерлерге және 12 мүгедек балаларға тұрақты түрде қызмет көрсетеді. Ал округ әкім аппаратының атқаратын функцияларының бірі жергілікті салық және басқа мемлекеттік төлемдерді жинау. 2025 жылдың 12 айының қорытындысына сәйкес салық түсімдері 13.668 мың теңгені, салық түсімдері 444 мың теңгені құрады. 2026 жылдың 6 айында биылғы жылға жоспарланған 16.300 мың теңгенің 7.900 мың теңге салығы түсіп тұр. Және де осы ауыл аймақ бағдарламасы аясында Кеңсай ауылында 4 азамат арзандатылған жеңілдетілген кредит алып, өз шаруашылықтарын жүргізіп отыр. Және соның бірі қалғазын құяп, қазіргі уақытта пескалог шығаратын цех ашып, халыққа пескалог өнімдерін саудаға отыр. Округ аумағында тұрғындардың тұтынатын тауарлардың бағаларын тұрақтандыру мақсатында барлық жекеменшік дүкен иелерімен өзара ынтымақтастық меморандумдары жасалған. Округімізде бір мәдениет үйі, бір кітапхана, 3 мектептегі арнайы жабдықталып қалған спорт залдар және 4 жазғы болған халыққа тұрақты түрде қызмет етіп келеді. Кеңсай округі бойынша жақсы үрдіске арналған туған жерлік ел тағзым акциясы аясында 2025 жылы Жарсу ауылының 20 жылдық түлектері Жарсу ауылының кіреберіс қақпасын ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізіп, өздері Жарсу ауылының түлектер саябағына және балаларға арналған ойын алаңының орналастырып бөлуге өздерінің демеушілік есебінен көмек көрсетілді. 2026 жылы Кеңсай ауылының 20 жылдық түлектері Кеңсай орта мектебінің дене шынықтыру пән кабинетін толық жөндеуден өткізді. Кеңсай ауылының 40 жылдық түлектері және Кеңсай ауылындағы мешіттің күмбезін ауыстыруға демеушілік көрсетті. 26 жылы Жарсу ауылының 40 жылдық түлектері және ауыл қабырғасына кондиционер қойса, 50 жылдық түлектері және түлектер саябағына спорттық инвентар орнату жұмыстарын жүргізді. Және 20 жылдық түлектері түлектер саябағының ішін жарықтандыру жұмыстарын жүргізіп отыр. Және Кеңсай ауылдық округі бойынша 25 және 26 жылдары атқарылған жұмыстар бойынша есеп жұмыстар осындай. Сұрақтарыңыз болса? Рахмет. Тұрғын үйлер ауылда өзіңіз қатыстыңыз, бағдарайдың кездесуімен ары қарай байланысаңыз көреміз. Вопрос егер сұрақ жеңіл шешілетін болса, ол жұмыстар жүргіземіз. Жақсы. Басқа сұрақ бар ма? Сұрақ болса сұрақ қостасы деген ұсыныс дауыстайық. Жақтап, қарсы, алыс қалған жоқ, қабылданды. Асқан сейді болуымыз болуға болады. Осы мәселе бойынша жарыс жүргізушілер бар ма? Жоқ болса жарыс сөз тоқтатысы деген ұсыныс дауыстайық. Жақтап, қарсы, алыс қалған жоқ, қабылданды. Қарап отырған мәселе бойынша шешім қабылдауымыз керек. Құрметті президенттер шешім жобасы қолданысқа қарасып берілген редакциялық комиссия шешім жобасын жасайтын ұсыныс болды ма? Жоқ болса осы шешім жобасы қабылданды деген ұсыныс дауыстайық. Жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша халықты әлеуметтік қорғау жұмыспен қамту ақпараттық құқықтар баяндама жасау үшін Зайсан аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлім басшысының міндетін атқарушы Жұманов Гүлжан Қажымұрат қызметіндегі шақырып сөз берді. Баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдаған баяндаманы қайта тыңдау қажеттігі бар ма? Жоқ болса дауыс қойып, қарсы, қалыс қалған жоқ, баяндамашыға кімде қандай сұрақ бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтатсын деген ұсыныс дауыс қояйын. Жақтап,
dağıs koyup жақтап, қарсы қалған жоқ, біраздан жетім жауыз қалды. Күн тәртібіндегі әртүрлі мәселе бойынша әлеуметтік көмек көрсету мөлшерінде белгіленген және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидалары бекітіліп шығыс қазақстан Зайсан аудандық мәслихатының 2024 жылғы 3 мамырында 24 шешімде өзгерістер енгізу туралы баяндама жасау үшін Зайсан аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлім басшысы міндетін атқарушы Нұржан Тағатқызы Жақшылық сөз берді. Баяндама үшін мінбеге шақырылады. Шешім жобасы осы ішінде болды баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған қайта тыңдау қажеттігі бар ма? Жоқ болса, дауысқа қойып жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса, сұрақ тоқтатсын деген сөз дауыс қойып жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан қабылданды. Гүлжан Қадырбекқызы орынбасары болады. Осы мәселе бойынша жарыс сөйлеушілер бар ма? Жоқ болса, жарыс сөз тоқтатсын деген сөз дауыс қойып жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, қабылданды. Жаңа сіздер шатыстырып алдыңыздар. Осы жаңа редакция комиссия шешім жобасына өзгерістер тұрақты комиссияда айтылған сол ескеріп өзгерістер енгізілсін. Осы шешім жобасы қабылдансын деген ұсыныс дауысқа қойып жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан шешім жобасы қабылданды. Күн тәртібіндегі әртүрлі Зайсан аудандық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсанда Зайсан аудандық аумақтық учаскелік сайлау комиссияларының жаңа құрамын сайлау туралы нөмірі 0308-де 16-да бір шешіммен өзгерістер енгізу туралы мәселе тұрақты комиссияның отырысының бірлескен сессияда ұсынылған. Осы мәселе қаралып талқыланып сессияның қарамағына енгізілген болатын. Зайсан аудандық мәслихатының және учаскелік сайлау комиссия мүшелерінің бос орындары кандидатураларын ұсыну жөнінде хабарланып жарияланған болатын. Мәслихат берілген хабарлануға көрсетілген мерзім ішінде партия мен қоғамдық ұйымдар арқылы ұсыныстар бойынша сайлау комиссияларының мүшелеріне кандидаттардың тегін жеке-жеке айтамын. Кандидатуралардың аудандық мәслихат төрағасының жазған сайлау комиссиясының жұмысына қатысуға өтініш келісімдері бар. Депутаттар қолдарын көтеріп жақтап немесе қарсы дауыстар беріледі. Есеп комиссиясы мүшелері әр үміткерге берілген дауыстарды санайды және жақтап қарсы дауыс бергендер мен қалыс қалғандар санын дауыстап айтып және жазып тұрады. Мәслихат депутаттарының жалпы санының көпшілігінің дауысын алған үміткер тиісті сайлау комиссиясының сайланған болып есептеледі. Редакциялық комиссия жазып отырады. Егер түсінікті болса, дауыс берейік депутаттар. Нөмірі 595 учаскелік сайлау комиссиясының құрамына ардагерлер ұйымы қоғамдық бірлестігінің Шығыс Қазақстан облысы Зайсан аудандық филиалының ұсынысы негізінде Мұтаева Айнұр Құрметқызы ұсынылды. Дауысқа қойып жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан бекітілді, сайланды. Нөмірі 66 учаскелік сайлау комиссиясының құрамына Авро Қазақстан демократиялық партиясының ұсынысы негізінде Қалықбай Ерасым Жанабекұлы ұсынылды. Дауысқа қойып жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан сайланды. Нөмірі 614 учаскелік сайлау комиссиясының құрамына Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы ұсынған ұсынысы негізінде Сәтбекқызы Дания ұсынылады. Дауысқа қойып жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан сайланды. Нөмірі 622 учаскелік сайлау комиссиясының құрамына ардагерлер ұйымы қоғамдық бірлестігінің Шығыс Қазақстан облысы Зайсан аудандық филиалының ұсынысы негізінде Ибрайханова Мәдина Дылдаханқызы ұсынылады. Дауысқа қойып жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан сайланды. 627 учаскелік сайлау комиссиясының құрамына Қазақстанның Байтақ Жасылдар партиясының ұсынысы негізінде Сәлімов Мәди Сәлімов ұсынылды. Дауысқа қойып жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан сайланды. 627 учаскелік сайлау комиссиясының құрамына Республикалық партиясының ұсынысы негізінде Әбдірахманов Асқат Жанадович ұсынылды. Дауысқа қойып жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан сайланды. Нөмірі 628 учаскелік сайлау комиссиясының құрамына Қазақстанның Байтақ Жасылдар партиясының ұсынысы негізінде Ақан Қамбар Медеуев ұсынылды. Дауысқа қойып жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан сайланды. Дауыс беру аяқталды. Осы дауыс беру қорытындысы бойынша шешім қабылдауымыз керек. Сайлауға жарияланған сайлау мүшелігіне кандидаттар бар ма? Жоқ болса, осы қолдарыңызда таратылып берген шешім жобасы қабылдансын деген ұсынысты дауысқа қойып жақтап, қарсы, қалыс қалған жоқ, бірауыздан шешім жобасы қабылданды. Күн тәртібіндегі әртүрлі мәселе бойынша Зайсан аудандық мәслихатының 2023 жылғы 16 қаңтарда Зайсан аудандық сайлау комиссиясының құрамын сайлау туралы нөмірі 28-де бір шешімге өзгеріс енгізу туралы мәселе тұрақты комиссиясының бірлескен отырысында қаралып, талқыланып сессияның қарауына енгізілген болатын. Зайсан аудандық мәслихаты және учаскелік сайлау комиссияларының мүшелерінің бос орындары кандидатураларын ұсыну
партияның қоғамдық ұйымдар ұсынылған ұсыныстары бойынша облыстық сайлау комиссиясының отырысына мүшелігіне ұсынылған кандидаттың тегін айтып өтемін. Депутаттар қол көтеру арқылы жақтап немесе қарсы дауыстар беріп ұсынылған кандидаттардың аудандық мәслихат төрағасының жазған сайлау комиссиясының жұмысына қатысы бар, өтініш келісімі бар. Есеп комиссиясының мүшелерінің үміткерге берілген дауыстар санайды және жақтап қарсы дауыс бар екенін белгілеп отырады. Сондықтан да редакциялық комиссия жазып отырады. Егер түсінікті болса, дауыс берулеріңізді сұрағанмын. Нөмір 12 облыстық сайлау комиссиясы құрамына ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясының ұсынысын негізінде Шатанов Даниэль Мұрат ұсынады. Дауысқа қойып жақтап, қарсы қалған жоқ, бір ауыздан сайланды. Дауыс беру тоқтатылды. Осы дауыс беру қорытындысы бойынша шешім қабылдауымыз керек. Жоба болса, қарсылықтардың жоқ болса, шешім жобасы қабылдансын деген сөз дауысқа қойып жақтап, қарсы қалған жоқ, бір ауыздан шешім қабылданды. Күн тәртібіндегі әртүрлі мәселе бойынша Зайсан аудандық мәслихаттың 2019 жылы 24 желтоқсандағы терроризмге қарсы ведомстволық комиссия құрамы бекіту туралы нөмір 48 шешіміне өзгеріс енгізу туралы баяндама жасау Зайсан аудандық әкімдігінің заң және мемлекеттік құқықтық жұмыстар бөлімі басшысының міндетін атқарушы бақыты Ринат Бақшұлының өбеге шақыратын сөз беріледі. Баяндама тұрақты комиссия отырысында тыңдалған. Баяндама қайта тыңдалу қажеттігі бар ма? Жоқ болса дауысқа қойып жақтап, қарсы қалған жоқ, сұрағына қабылданды. Баяндамашыға кімде қандай сұрақ бар? Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса сұрақ тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қойып жақтап, қарсы қалған жоқ, сұрағына қабылданды. Ринат Бақытұлы орныңызға отыруға болады. Осы мәселе бойынша жарыс жүргізушілер бар ма? Жоқ болса жарыс сөз тоқтатылсын деген ұсыныс дауыс қойып жақтап, қарсы қалған жоқ, сұрағына қабылданды. Қаралып отырған мәселе бойынша құрметті депутаттар шешім жобасын шығаруымыз керек. Редакциялық комиссия шешім жобасын өзгеріс жасау ұсыныстар болды ма? Жоқ болса осы шешім жобасы қабылдансын деген ұсыныс дауыс қойып жақтап, қарсы қалған жоқ, қабылданды. Құрметті депутаттар, 8 шартқа Зайсан аудандық мәслихаттың кезекті 51 сессиясының қорғауымен қаралып, шешімдер қабылданды. Сессия барысы бойынша сама беруші сұрақ қойылған бар ма? Аға, Исабек. Менің депутат сауалым аса тартымды сізге шағын ұзағатшылық бағдарламасы негізінде шағын ауылдардағы мысалы мәселесі халықты көтеріп өйткені мектептердің жағдайы қазір бала санының ажарында алаңдап қалды. Сондықтан мен сұрайтын жаңа жұмыс ауылында және биылғы бір өзі 270 квадраттық үйлерді жазылды, көпбалалы ана болсын, өйткені спортта еңбек қатысқан, барлығы 33 бала, сол 5 баласы бар анаға біз 2 жыл әбешәлеріміз жаңа жұмыстан жеке жылдан бастап 80 жеке болып салынады, сізге келесі міндетті салынады деп, оған ауылға ұсыныс берді, бірақ ол сол жаққа түспейтіндіктен арақсыз көшілді. Сонда мектеп жағдай қазір 28 балалы. Осыны ескеріп, алдағы уақытта сол жаңа жұмыс ауылына, одан кейін Қуаныш ауылындағы халықтың кездесуінде тұрғын үй салып сұраған мектептің жағдайына. Содан кейін Саржыра ауылында, оның өзіміз спортқа қатыстыңыз, жаңа мектеп салып жатыр, бала саны өтілдерінен осы барлық жағда жұмыс жүргізілгізді қадағалайды, сұрайды. Екіншіден, осы алдағы уақытта жұмыс жоспарларымызда жергілікті әкімдердің өкілдерінің шектелмеулерін сұрайды. Бұл істерде халық сайланбалы орган болғаннан кейін халық үнемі бұл істерді сұрайды, және тұрғын үй мәселесі жөніндегі сұрақтардың бәрі осы істермен депутаттарға бағытталады. Келешек алдағы жоспарда міндетті әкімдердің атқарысы қалай үй салу жөнінде осыны ескерсеңіздер. Екінші мәселе дәл осы алдағы даму жоспарлары және шағын ауылдарды дамыту үшін бас жоспар жасалу керек. Қазір тұрғын үйдің біреудің ақшасына барып жарайды босатып жоқ деп салып жатырмыз. Ал негізінен осы мәселені 3 жыл бойы көтеріп келе жатыр. Осы шағын ауылдарда әсіресе Қайнар ауылында үй салатын жер жоқ. Бұрынғы 90 жылғы бас жоспар бойынша қазір ол жерлерде кезінде әкімдердің босатумен ауыл халқының тұрғындарының мал қоралары салынды. Онда не босатты жоқ, не үй салатын жер жоқ. Ар жағында 20 метр жерді бәрі саз болып кеткен. Сондықтан да алдағы осы ауылдарды дамыту үшін міндетті түрде бас
бізде аудан көлемінде жылына жарыстар өтетін, аудан әкімінің, облыс әкімінің жүлдесі үшін халық ойындары өтеді. Биылғы халық ойындарының қадірінің қашқанын көріп, қарнының ашқаны есеңізші. Осындай күйге сүндет тойысында күдіктенген өткізген осындай халықтың аудан халқының көп ренішін әкеліп тұрғызған осындай жағдайды сіздердегі қадағаламайсыздар, сіздердегі ұйымдастырмайсыздар. Ұлттық спорт түрінен бір ойын өткізілген жоқ. Бар жоғы үш дистанцияда ат бәйгесі болды. Келгені бар жоғы 10 град, ол град үш дистанцияға бөліп шақырды. Осымен 14-ші халық ойындары ауданда аяқталды. Мен сіздерге естеріңізге салып өткенде осыдан да 3 жыл бұрынға дейін былтырдан бастап төмендей бастады. Ринат Әлембекұлы жүрген кезде көшінші мақтаған емес, ауданда осы халық ойындар дүркіреп өтетін. Оған аудандағы 9 әкімшілік түгелдей қатысатын. Киіз үй түйіндегі өз халықтарын әкелді, қызметте дастархан жайып, басқа спорттық жарыс, ұлттық спорт түрлерінде жарыстар тартатын. Қазір оның бірі де жоқ. Мен ана күйін көргенде барып, шындары жүрегім ауырды. Жүлде қоры қанша десем 600 мың дейді. Мынау деген басқа емес пе? Бүкіл ауданның ұлттық спорт түрінен халық ойындарын өткізуге 600 мың теңге ақша бөлінген. Дейміз депутаттар сіздерге қарсы болып та осы мәдени шаруаны өткізуге байланысты. Бұл жерде келешекте осыны өте еске алуды сұрайын. Жұмыс жоспарыңызға енгізіп, бір жыл бұрын келешектің бәрін жоспарлап жұмыс атқаруды сұрайын. Және де жергілікті әкімдердің бәрі аталышы керек. Ол ұлттық ойынның спорт түрлерінде жан-жақты ауылдың халықты адамдарды қатыстыру керек. Аттарын бір жыл бұрын дайындалу керек. Және де оның өтетін уақыты жай ғана бір жерде қалғанда бір әрі берілген видеоңыз деп шықпау керек. Оған бәріне дайындық керек. Сондықтан ерте жылдары өтетін уақытты белгілеп керек. Екінші мәселе тағы халықтың арасында сіздердің өткізілген шоғырлар ойындары туралы мен былтырғы алдыңғы жылда сұрақ қойғам. Осыны өз өртіңізде жаңа Жұмырат Дүйсенбайқызына айттым, келісті сізге жеткізетін шығар деп ойлаймын, бірақ мен сізге депутаттық сауал жолдағым келді. Өйткені мына жазық қоралы мен Қытайдың шекарасында өткізгенімізде Қаратау округы мен Сарыөзектің жарысы бар. Шілікте округы мен Қытай шекарасында өткізген Қарағайлыдағы Талдыдан арнайы жайлауда санаулы адамдар бар. Ал негізгі мына үйдені желілей Терекөл өзенінің аңғарында негізгі шоғырлардан 3-4 әкімшіліктің шоғырларын жылда қалып қойды. Бұрын Совет үкіметі кезінде 4 шеру өткізілетін. Қазір десек, екі жаққа ғана уақыт озу үшін бе, жаңағы қаражатын өндіру үшін бе, жаңағы жағдай жасамай барлық халыққа бірдей жасайды. Осыны шілде айында мен сіздер сұрайтынмын, мына орталық бір жерде өткізілмей, екі жерде өткізілмей санақтаспен ол жерде тұрғанда шопандар тойын өткізу сұрайды. Жақсы. Завершақан сұрақтарымыз өте орынды. Жаңағы бір қабатты шығыс бағдарламасы жүйелер туралы айта кетсем. Бір қабатты шығыс бағдарламасы бұған дейін 3 жыл болды мен ауылдарда салынды. Бұған дейін Зайсан қаласында салынған. Біз Зайсан қаласында неғұрлым көп адамдар шоғырландырып алды да басқа ауыл өзіміздің ауылдарымыздан әкеліп көп балаларды елдерді Зайсан қаласына көшіріп алды. Соның себебінен ауылдағы кісілер саны да азайып қалды. Ендігі мәселе соңғы жылда қарап отырмыз. Ендігі мәселеміз бізге міне ауылдарда салу мәселесі болды. Біз ауылдарда үйлердің бәрін ауылдарға салдық. Ең бірінші салған ауылдарымыз ол ауылдық округтерінде, ауылдық округ орталықтарында салдық үйлерді. Одан кейін бара-бара міне енді кішкентай ауылдарға көшіп жатырмыз. Үйлердің бәрін кішкентай ауылдарға салайық, кішкентай ауылдардан бастайық. Бұл енді өте үлкен жұмыс, өте дұрыс айтасыз. Біздің халықтың азайып кетуі бәрі кішкентай ауылдардан басталып, мектептерінде жабылуы бәрі содан болсын, азайып жатқан балалардың. Біз енді бұл жалпы бұл ғана емес, жаңа тұрмыс ауылында мектебіміз бар, Қуаныш ауылында мектебіміз бар, Саржа ауылында жаңадан мектеп салынды. Енді әрине бұл ауылдарға арасында үйлерді салу керек, бала санын көбейту керек. Бұл жерде бала санын көбейткенде біз бір ауданның ішіндегі балаларды көбейтпеуіміз керек. Мына бір
үйде мысалы үшін ата-енесімен тұратын көпбалалы азаматтарымыз бар. Біз онымен халықтың санын көбейте алмайды екенбіз. Біз ол үшін халықты басқа жақтан әкелу керек. Бізге міне облыс әкімінің тапсырмасы 2050 жылға дейін Зайсан ауданының халқын 50 жылға жеткізу деген. Сондықтан осы үйлерді салғанда неғұрлым біз басқа облыстардан, басқа жақтан кісі әкелгеніміз өте абзал ма деп ойлаймын. Өйткені біз сөйтіп қана халқымыздың санын толтыра аламыз. Ал мына Зайсан ішінен сапырып, бір жерден екінші жерге кісі сапырғанды біз ол Зайсан халқын үйіп көтере алмайды екенбіз. Сондықтан бұл енді бізге биылғы жылы үй саны аз беріліп қалды. Енді келешекте тағы да үй саны беріліп жатса, біз әрине бізде шәкелді. Әрине ол ауылдарға саламыз. Ана мектеп жабылып тұрған, мектепте бала саны аз тұрған ауылдар әрине оларды саламыз. Сонымен қатар мына генплан бойынша айтып берейін. Бізде қазір жаңа сіздің сұрағыңыз өте ол да дұрыс болды. Біз қазір генплан бойынша Ағарал, Жамбыл, Ауыл, Мұқашы 4 ауылдың сонымен қатар Зайсан қаласының генпланын жасап жүрміз. Бұл ауылдарымыз енді Мұқашы, Ауыл деген ауылдарымыз жабылып қалып тұрған, үстінде тұрған ауылдарымыз ғой. Халық саны да аз болып тұр. Ертең кет жатса да ауылымыз жабылып қалды. Сондықтан ең басты міндетіміз осы ауылдардың стратегиялық ресми перезагрузка жасап, бұл ауылдарға халық тарту мәселеміз отыр. Осы ауылдарды жаңғыртып көтеру керек отыр бізге. Жабылып отырған ауылдар. Енді резервпен келесі жылға мысалы үшін тағы ауылдарында баға су қазайтын бізде келесі жылға тағы 4 ауылымыз тұр. Енді үлкендеу ауылдарымыз енді баға су, Саржар деген сияқты. Соны сөйтіп жоспар бойынша ауылдардың бәрін ақын генпландарын жасап, генплан бойынша біз тек қана үйлер ғана емес, бұл жерге біз туризм дамытудың мақсатында қандай киіз үйлер, қонақ үйлер, басқа да рекреационный зоналар тағы не саламыз, сол сияқты нәрселердің бәрін қарастырып етіп отырмыз. Бұл әрине халықпен бірге қоғамдық алымдар жүргізіледі, халықпен бірге жасалады. Осы мәселелер айтып келемін. Сен жаңа Зерек Шәкенұлына Чопандар тойына байланысты сұрақ қойды. Сол Чопандар тойын мен өзі былтыр мына Сантерекпен Қаратау округінің өткізілгеніне барғам. Енді олар сол деңгейде өткізді. Екі округ болған үшін олар жауап өткізді. Барғанда халыққа да, жаңа Чопандарға да дастархан жайып, келген округтерге де ойындар өткізіп, қанша болғанмен алып бейіп қой. Олардан барып жақсы биылда соғалық өтті. Бірақ мен былтыр мына Шілікті жақтарға барған жоқ. Биыл Шілікті жаққа барып көрейін бардым. Резервтің айтқан дұрыс орынды. Хабар айтады, жетеді, бірақ 4-5 әкім бірігіп әлгі молда бөлінген жерде қояған деп ешқандай жауапкершілік жоқ. Бірге үйіздік кесілді, алғансыздар айтып түстер апарасыздар, андердер көңістер жоқ, басқа адамдар жоқ, не отыратын орындықтары жоқ. Бірге үйдің ішіне жайып қоя салдыңыздар. Әйтеуір өсті деген бір қалышқа жасау керек болды. Мен өзім соған солай деп есептедім. Сондықтан тағы да бөлігі 3-ке бөлдік. Бір емес 3-ке бөлімізде сонда жауапкершілік. Міне 2 округқа жауапкершілік бар. Автобустармен беріп, концерттер қойып, үйлер тігіп, былтыр да жақсы болған. Халық келген ана Чопандардың бәріне дастархан жайылған. Ал биылғыларымыз көңілді толмады. Өйткені бәрі әкімдеріне істей керек. Министрлік кеңсай облыстың әкімдерін жүктеп тастады. Ананы сен істейсіз, мынаны сен істейсіз. Бұл жалғыз өзін не істейді? Әкімдер дегенсіз. Жарайды, ұлттық спорт ұйымдастырып жатсыздар. Бірақ жаңа айтайын, округ бөлу керек те, Зерек Шәкенұлы айтқандай ауыстырып көру керек. Мына енді Чопандар тойын жүргізіп, соны Сабантой болады. Жылдың қорытындысы Сабантойда болады. Негізгі орында. Сондықтан оны еліп ескеру керек. Ол айтылғансын, орындысын, өйткені жаңа келеді. Енді мен оның басында да совхоздың кезінде жұмыс істеген, совхоздың кезінде осындай Чопан тойы болатындарда жердің алыстық ішіне кетпейтін дейді. Сол именно Шіліктің жаңа өткен жерінде сөйлесіп айтады, атпен түсетін әйелдер. 15 километр жерді атпен түсетін дейді. Ол значит, неге келмейді? Онда оның бір қызық мәні жоқ. Келіп қана өткізе саласыздар. Ол қызықты болып өтсе, ол көңілді болып өтсе, неге келмейді ол бізден? Ол жанында арты жағында тұрмайды. Біз мына бір асудан кейінгі 3 міне келген жоқ. Айтып отырды, мына жерде отыратындар. Значит, ол бір дәстүрлі бір нәрсе болып өтіп жатыр. Ол өзгеру керек. Мен айтатын соң, біз кейде доңғылтыраға неге осы концерт қойса халық келмейді дейміз. Келмейді халық, үлкен бір ән айта бересіздер, әксіздер. Неге келеді ол қайда айта бересің, көремін. Ол тақырыбына сай болды. Мен ылғи айтатын ғой.
қай нәрсе өтеді мереке. Мысалы біз бір нәрсе өткізіп жатырмыз, аналар күнін өткізіп жатырмыз, немесе ауыл шаруашылығын өткізіп әкесіне бір махаббат туралы ән айтып. Қандай қасы бар ауыл шаруашылығын күнін өткізіп жатсаң, мен сені сүйдім, мен сені көрдім. Ол репертуар өзі. Сол сияқты ол ауыл шаруашылығында жаңағы чопандар тойын өткізген кезде чопандарға қатысты қызықты жағдайлар. Жаңа балалар сіздер балаларды ескердіңіздер ме? Мысалы чопандарға байланысты мақал-мәтелдер өткізгенсіздер. 4 түлікке байланысты. Алдыңыздар тас көтеріп, ағаш көтердіңіздер. Жаңағы жаректі бәйге өткізе салдыңыздар. Сол сияқты ол қызықты болмайды. Бұрыннан ақ қойды алып, мен бала кезімде анау ағаштың үстімен жүреді. Қойды алып, қой шұқынан сол сияқты. Сондықтан оны сіздер ескердіңіздер, дұрыс айтады. Сондықтан Алла болашақта оны ескеріп, жаңағы келесі жылы чопандар тойын жақсы өткізуге, енді жаңағы ұлттық спорттық ойындарға байланысты осы жақында салаға қойып қаланың 25 жылдығына байланысты. Сол кезде ұлттық спорттар енді жинақтар кезде ұлттық спорттардың барлығын жаңағы спорт несінде жүргізіп жүр. Осы жолы қала әкімшілігімен бірлесіп ана чопандар кезінде өткізгенде сол ұлттық ойындарды осы жинақта жүргізіп отыр. Сондықтан мына спортқа жауапты мәдениет спорт бөлімі жаңағы спорттарды расында да айтып отыр. Жай ғана беру. Бізде көп басшылар бар жақсы. Оның бәрі алмасып өтіп отырмаса, оның дамуы да жоқ. Енді бізге келіп, біз қаражат бермей қойған жоқпыз. Міне дұрыс айтып отыр Резервек шәкіртіне. Қандай қаражат келіп бізге береміз. Өздеріңізге келіп қорғаңыздар. Әрине экономика бөлімі ол қаражат үнемдеу үшін экономикалық бағдарлама олардың жаңағы андай кету керек. Енді қазір мемлекет тарапынан өздеріңіз естіп отырсыздар, тиімділікті арттыру керек болып жатыр. Қаражатты ары кетіп жұмсамау керек болып жатыр. Бірақ енді біздің алдымызда келіп халыққа қажетті мәселені айтқан кезде біз киіп тастамаймыз оны. Өйткені біздің алдымыздан барлығын өтеді, ең керекті жағдайларды бөліп береміз. Сондықтан оған да баса назар аударуларыңызды сұралып, содан кейін барып ол мәселеде қаралады. Енді біз әшейін жерді тоқпақтап мынаны тауып берді, мына ақшаны береді. Аслан, демейсіз? Жобаны қоя өшін, артын алсақ. Біз енді 3-ші жылы өткіздік. 1-ші жылға өткіздік. Бұл жерде де қаражат келгенде спорттан келетін қалады біз барғанмен жайлардың бір жолы бар. 2 сағат жүріп барғанмен жерде көбімізде чопандардың келетін малшылардың бәрі бір жарысқа қатысып, ана жерде бір сыйлық алып, бір келеді. Содан бірінші жыл барған кезде 600 мың барады көреміз. Кәдімгі қаржылай 600 мың теңге ақшаны топ барады деген. Көбіміз сол жағына қарай бағыттауымыз да. Екінші жыл тағы сол 400 жөнінде болды, биыл жоқ дегенде жаңағы 200 жөнінің қаржы бір бойды қойып, 300 бөліп, сонымен сөйтпесеңіз, қаржы есептесеңіз, 200 жөнінің ақша, қойдың 300 мың, 300 мың, соның где-то 370 мың, 380 мың көлемде қаражатты жаңағы барлығын конвертке салып, қатысқан әрбір қатысушыға ешкім ренжімей қайтсын деген ниетпен, көңілмен спорт ойындарға бөліп берді барлығы. Біздегі басты неме сол жағына қарай бағытталды, енді оны одан алтын орнына сіз айтқан сияқты өткізу үшін біздер хотя бы жаңағы кризис жағынан спорт бөлімі дұрыстап ұйымдастырса, міне біз осы жолда сөйлесіп, сыйлық жоқ дейді. Енді ана демек алып барып бір рет гранттан өліп қойып салған, енді ол ешқандай демек жарысөйтін болатын, залында барлық қаражат сол жерге бағытталды да, бір жағынан азайтты. Егер біз жаңағыдай киіз үйдің бәрі ана жерде бір шоу істеуге болады, біздің жаңағы қаражаттың кәдімгі күшті болып істеуге болады. Біз әлі бір қамаз жалғасақ та, бәрібір киіз үй келіп апарып, ана жыл бәрібір киіз үй келіп, ана жыл кәдімгі ауқымды өткізуге болады. Бірақ біз бір жағынан тартсақ, бір жағынан жетпей қалады да, содан кейін жаңағы келген біз көріністер, малқыра жая сол ана үстінен үш бақтан түсіп, атпен түсіп, еректе түсіп. Атмал келеді, бәйге болсын. Сол үшін керек. Жақсы. Сол сияқты моменттарда бет қаламыз, соны бір ақылдас ұйымдастырып, жаңағы барлығы жан-жағынан қосылса, онда уже сіздер айтқандай ауқымды той шығады. Сіздер бейсәкім аңында өткізсеңдер, келесі сендер Чілікті мен Кеңсайдың сол жаққа алдық ғой, қарамақ. Өзі бір әкімнің өзі түзелмей, жұмында өзіміз қосамыз, өтінеміз. Әкімдер енді 2-3 жерде үшін дұрыс үшке бөлу керек. Ол көп болғасын жауапкершілік болмайды. Бұл көрініп тұр. Мына мысалы 2 оқытты біз көріп тұрмыз деймін. Элементарный сіздерде орны жоқ. Орны жоқ сізде элемент бірақ иә. Сылтауға болды. Қазір жерде отырған көктер жүрген деген сияқты. Иә. Сондықтан мен айтатыным иә. Жалпы сәлік өтіп кезінде үйленіп ойын өткенбіз. Күз кезінде
осы чопандар той. Үйдің бәрі кіріп, біз баламыз ғой. Соны қайтадан соны көп қалып сойып, осы жаңағы мұстың көрді, үйленің көрді, көлдің жағасында судың деңгейі бәрі түсіріп өткізеді. Шынар суға кетіп қалған деген ой. Үлкен жазық жер, соны келешекте жолын біріз аудан көреді, ауданның қалып бәрі көрді. Көп барылмайды, алыс болады. Шопандар керек. Ал шопандарға арнайы өзі осы жаз елінде әрбір жерге 3 жерге болсын, 4 жерге болсын, шаңда барып концертіне және өздеріне спорт жарысымен ұйымдастырып көйлек болды. Күзде массалы ошақта көйлек түседі. Барлығы жиналып, ол жерде кәсіпкерлер де бар, әркім өзі сатып алып olsun, көп ғасырға енді бұл сабан той, частырман. Чопан тойы. Бұл да чопан тойы. Чопан жайлауға барғаннан кейін малын бәрін өргізіп, алғаннан кейін ол чопан тойы өтеді. Бұл совет тойы. Ал мына сіздің айтып тұрған ұсынысыңыз ол сабан тойы. Ол барлық төрді бәрі түсіп, егін орылып болады. Ода да осындай. Ол сабан той деген ұмытқан бұл. Сабан той жоқ бізде. Чопан тойы деген. Ол мәселе дұрыс, оны өзі ауыл шаруашылығы бар, идеология бар, ғалымдар бар, отырып осыны ақылдасып біздің депутаттардың ұсынысы өздеріңізді қолдап отырсыздар. Сондықтан сабан тойды да өткізу керек, чопан тойды да өткізу керек. Енді бірақ сол репертуарда өзгерістер болу керек. Bir нәрсені айналдыра берсең жаңылады ол. Сен бәрі ақшаны тапқызса да жылда бір нәрсені көрсете берсең ешкімге интересно болмайды. Сондықтан ұлттық ойындар, ақ спорттарын көрсетіп жатсыздар. Мысалы садақ ату бар. Садақ ату мысалы біз екі жаққа да бар, ешқай жерде көріп жүрміз. Садақ ату ешкімге керек жоқ. Садағын алып барсаңдар, любительский садақ бәрі бар. Дәмдіні бәрі кетпейді. Бірақ садақты бәрі атады. Сол себепті енді ұсыныстарымыз орынды. Осы ұсыныстарды ары қарай нәтиже шығаруымыз керек. Жаңағы айтылған депутаттар бар. Сонымен құрметті депутаттар, бүгінгі сессияға барлық мәселелер қаралды, ұсыныстарымыз қабылданды. Енді сессия барысы бойынша анықтама беру үшін анықтама берілді. Осы мәселелердің барлығы талқыланып қаралды. Енді осы бойынша сессияға қатысып отырған аудан әкімінің міндетін атқарушы орынбасары Төбай Асқар Арғынғазыұлына. Құрметті депутаттар, құрметті әріптестер, бүгінгі сессияда қалай нәрсе қаралды, өзекті сұрақтар қойылып, бұл енді депутаттардың халықтың бетіне жұмыс істеп жүрген нәтижесін деп ойлаймыз. Енді сіздерге көп рахметімізді айтамыз. Енді бізден бір не болып тұр, сіздерге депутат мырзалар, жаңа әкімдерге, мынау қазір айтпақшы қыстың қамын жазды ойла демекші, қазіргі уақытта мына күн ыстығына байланысты жаңбыр жоқ, шөптің бәрі далада, шөптің бәрі күйіп, шапамыз шықпай жатыр. Оны талайларымыз көріп жатқан шығарсыздар, енді шапамен, енемен жүрген адамдар. Содан кейін мынандай фактілер естіп жатырмыз, халқымыз шөбін талдауға, мақұлгүлге сатып жатыр, жұмысшыларсын, сатып жатыр деген естіп отырмыз енді. Сол жағын абай болып, халықпен түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, қысқы күні көктем уақытта шөбіні жетпей беттен басқа сол райондардың, сол аудандарда қайта шөп сатылып жүрмейік. Сол жағын халықпен түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, маусымына байланысты өздерінің қалай екен шөптердің азықтарын дайындап қойса сол қысқыға. Сол жағынан сол ішінде көңіл бөлсеңіздер деп айтайын. Рахмет. Жақсы, Асқар мырзаның айтып тұрған енді өзіміздегі шапқалар, жоңышқаларды өзіміздің шетелдегі азаматтар бірінші сатып алсын деп отырып, бәрі өзі шапқасын көзімен көріп отыр. Суарып тұр ма, сұйық шығып тұр ма, қою шығып тұр ма, қалай болып тұр. Сондықтан соны қамтамасыз етіңіздер деп жатыр сіздерге. Өте орынды, құрметті депутаттар, осымен бүгінгі сессияны жабық деп жария